Сан есім. Сан есім дегеніміз заттың санын, ретін, мөлшерін білдіріп, қанша, нешеу, нешінші деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Мысалы, 5, 7, 6, 10, 2-ден 3, тағы да басқа. Сан есім көптеледі, жіктеледі, тәуелденеді, септеледі. Сан есім цифрмен берілген уақытта оған қосымша дефис арқылы жалғанады. Мысалы, мен келесі айда 12-ге толамын. Сан есім құрамына қарай 2-ге бөлінеді. Дара сан есім бір ғана түбірден тұрады. Мысалы, 7, 30, 3, 2. Күрделі сан есімдер кемінде 2 сөздің тіркесуі не қосарлану арқылы жасалады. Мысалы, 15, 40 шақты, 5, 6, 25. Сан есімнің мағыналық түрлері. Бірінші, есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, болжалдық сан есім, топтау және бөлшектік сан есім. Есептік сан есім нақты санды білдіреді. Мысалы, 1, 2. Реттік сан есім заттың ретін білдіреді. Бірінші, екінші. Жинақтық сан есім жинақталған санды білдіреді. 1, 5, 2. Топтау сан есім заттың санын топтап көрсетеді. 100, 100-ден, 2, 2-ден. Болжалдық сан есім заттың санын болжап көрсетеді. 10 шақты, 5-терде. Бөлшектік сан есім заттың бөлшектік санын білдіреді. 10 бүтін